Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы топ жаңалықтармен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса көп созбайық, біз бастаймыз. МЮ мен Де Йонг арасындағы келіссөздер созылып кетті. Бұған себеп Де Йонгтың Барсадан кеткісі келмейтіндігінде. Каталондықтар голландиялықтың үстінен ақша тапқысы келетініне қарамастан, Хави ойыншының Барсада қалғанын қалайды. Қызыл сойқандар Де Йонг үшін 80 миллион евро ұсынып отыр. Және Барселона бұндай сомаға ойыншыны сатуға дайын. Де Йонгтың өзі келісімшарт бойынша жауап бермей, уақыт созуда. Сол себепті манкуниандықтар ойыншыға ультиматум қойды. Егер ойыншы жақын арада жауап бермесе, МЮ голландиялықты сатып алудан бас тартады. ПСЖ мен Баварияда Де Йонгқа қызығушылық танытуда. Ал Манчестер Сити Фрэнкиден бас тартып, Лидс жартылай қорғаушысы Келвин Филлипске назар аударды. Егер Де Йонгпен жолы болмаса, қызылдар Боруссия Мюнхен-Гладбахтың ойыншысы Ману Канені сатып алуға тырысатын болады. Ральф Рагник ойыншыны бұрыннан бақылап жүрген, және Эрикке оны сатып алуды ұсынған көрінеді. Бірақ бұл жерде де қиындықтар бар. Ману Каненің агенті Атлетико Мадрид және Ювентус клубтарымен келіссөздер жүргізіп жатыр. Сол себепті манкуниандықтар Де Йонгтан тезірек жауап алғысы келеді. Луис Суарес әлі мансабын үлкен футболда жалғастырғысы келеді, және МЛС-ке кетуді ойлап жүрген жоқ. Мен келесі маусымда қай клубта өткізетінімді әлі білмеймін. Маған Аргентина, Мексика, Бразилия клубтары ұсыныс тастап жатыр. Бірақ мен әлі Европада ойнағым келеді, деді Суарес. Ойыншы Барселонадан ұсыныс күткен, бірақ каталондықтар уругвайлықты қартайды деп санайды. Бірақ Суаресті сатып алғысы келетін европалық клубтар бар. Интер, Севилья және Астон Вилла ойыншыға қызығушылық танытып отыр. The Telegraph басылымның хабарлауынша Астон Вилла уругвайлыққа тартыста бірінші орында. Ағылшындықтар Суарес АПЛ-дегі қысымға төзе алама деп уайымдайды. Астон Вилланың жаттықтырушысы және Суарестің бұрынғы әріптесі Стивен Жерард ойыншыны Астон Виллада көргісі келеді. Чемпиондар лигасына шыққанына байланысты Тоттенхэм осы жазда құрамды күшейтуі керек. Ал Антони Канте тағы бір маусымға Лондонда қалады. Сол себепті шпорлардың алдағы трансферлері Кантенің тактикасына бейімделе алатын ойыншылармен жүзеге асырылатын болады. Есбаян басылымның хабарлауынша Канте 6 ойыншыны сатып алғысы келеді. Және лондондықтардың басшылығы бұнымен келісті. Тоттенхэм жазда Ман Ситиден Габриэл Жезусты сатып алуды көздеген. Бірақ бұл ойдан Канте бас тартты. The Independent басылымның хабарлауынша Иван Перечиш шпорлармен 2 жылдық келісімшартқа отырып қойды. Хорватқа Челси мен Ювентус қызығып отырған, бірақ Тоттенхэм бұл жолы бірінші болды. La Gazzetta dello Sport басылымның хабарлауынша Реал Мадрид Рафаэль Ляо бойынша келіссөздер жүргізіп жатыр. Мадридтіктер португалдық үшін 120 миллион евро төлеуге дайын. Бірақ Милан ойыншымен қоштасқысы келмейді. Жақын арада Мадрид өкілдері мен ойыншының агенті Жорже Мендеш арасында кездесу болады. Ляудың Миландағы бағасы 150 миллион евро. Бірақ Реал сәл болса да ақша үнемдеп қалғысы келеді. Реал Ляуды Мбаппенің орнына өте жақсы нұсқа деп есептейді. Милан болса ойыншыны 120 миллион евроға сатпайтындығын кесіп айтты. Егер Переске португалдық соншалықты керек болса, Миланға 150 миллион евро төлеуге тура келеді. Ливерпуль Барселонаның жартылай қорғаушысы Гавиге қызығушылық танытуда. Мерсисайдтықтар 17 жастағы испандық футболшы үшін 50 миллион евро төлеуге дайын, және оған Блауграндада алатын жалақысымен салыстырғанда әлде қайда жоғарғы жалақы ұсынып отыр, деп хабарлайды Sport ES басылымы. Гавидің өзі каталондық клубта қалғысы келеді, ал оның жақындары ойыншының жалақысының өсуіне үміт артып отыр. Жартылай қорғаушының Барселонамен 2023 жылдың маусымына дейін келісімшарты бар. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментке қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.